الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Кез келген халықтың дәстүрінің негізінде оның нанымы мен сенімі жатыр. Ал наным мен сенім ол ақиқаттан бастау алатын белгілі. Ол біздің қасиетті ислам дініміз. Ал ислам діні әр елдің дәстүріне, тіліне, салт дәстүріне әрқашанда жол ашып келе жатқан дін. Ата салтымыз бенен дәстүріміздегі исламның алар орны қандай? Осы және өзге де сауалдар төңірегінде бүгін біз дәстүр және дін тақырыбында әңгіме қозғамақшымыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты Оңтүстік Қазақстан облысының өкіл имамы Ахметжан Керімбек мырза. Аға, қош келдіңіз. Енді халқымыздың салт дәстүрінің кез келген түрін алатын болсақ, түбінде бір ислами тамыры жатқанын байқаймыз. Дүниеге келген баланың азан шақырылып ат қойылғаннан бастап, дүниеден өткен адамның жаназасын оқып жер қойнына бергенге дейін, яғни тал бесіктен жер бесікке дейінгі аралықта көптеген дәстүрлеріміздің исламнан нәр алғанын байқап отырамыз. Осы жерде енді ата дініміздегі ислам менен дәстүріміздің арасындағы қарым-қатынасты қалай бағалайсыз? Дініміз жалпы барлық дүниені қамтыған. Оның ішінде осы дәстүрімізді де қамтыған. Дәстүрден жаңағы исламның алар орны деп емес, исламнан дәстүрдің алар орны деп айту керек. Яғни біздің көп дәстүрлеріміз ол бір ұлтымыздың өзінің бір бөлек ойлап тапқан, болмаса жол жөнекей қалыптастырған нәрсесі емес, ол тікелей сол дінмен қауышып, қабысып жатқан нәрселер ғой енді. Сіздің есіміңіздің өзін алайық, Ахметжан, менің есімім Мұхаммеджан. Сол сияқты біздің патшамыздың есімдерін алсақ, кешегі Дінмұхаммед атамыз, бүгінгі Нұрсұлтан ағамызға дейінгі. Тіптен кез келген әулеттен алып қарасаңыз, қасиетті Құранға, Аллахқа, болмаса пайғамбарға барып байланыспайтын есім жоқ. Сондықтан біздің халқымыздың жалпы есімді адамдарға ат қоюының өзі бір 99% исламмен байланысты деп айтуымызға келетін секілді. Жоралғанымыздың барлығында осы дінге сәйкес келеді. Сәби дүниеге келгеннен кейін құлағына азан шақырып ат қою деген сүннетке отырғызу. Мәселен, бізде әлі күнге дейін сүннетке отырғызу деп айтылады. Сүннет, яғни ол пайғамбарымыздың істеген амалдары, оның өсиеттері. Қазақ халқының қонақшылдығы да сүннет, яғни осы пайғамбарымыз айтады ғой, 5 нәрсеге асық деп. Оның біріншісі қонақ келсе, оған дереу алдына дастархан мәзір ұсынуға асығыңдар деп. Яғни қонақ күтудегі бүкіл қалыптасқан жөн жосығымыз тікелей исламнан сусындап тұр ғой. Сусындап. Рәсімдердің барлығында да исламның толықтай әсері бар. Дінде бөлек, дәстүрді бөлек қарағандарға мен онша келісе бермеймін. Яғни баланы сүндеттеп, оны тайға мінгізіп, оны туған туыс болып, жаңағы атап өтіп жатуының өзі, сол сүннет амалдың біздің өмірімізге қаншалықты ерекше бір жақсылықпен енгенін көреміз. Ол да дініміз бен дәстүрдің біте қайнасып жатқандығының бір үлкен көрінісі. Екі құда жақтың бір-біріменен жақсы қарым-қатынаста араласуы, олардың арасында жаңағы сый-сияпаттардың берілуі, ол да былай қарасаңыз дінімізде керісінше бір-бірлеріңе сыйлық беріңдер, жүректеріңдегі өкпе-ренішті кетіреді деген қағидаға тікелей сәйкес келіп отырғанын байқаймыз. Тағы да қандай мысалдар келтіре аламыз? Пайғамбарымыз айтады ғой, мұсылмандар бір-бірлеріңе сыйлық беру арқылы сүйіспеншіліктеріңді арттырыңдар мәселен. Бізде осы дінімізде хадия деген сөз қолданыста бар. Сыйлық былайша. Сыйлық ету. Бүйтіп қарасаң бізде кәде, яғни жоралғы. Қазақта айтады ғой, мәселен, орамал том болмайды, ол жол болады деп. Құда түсу деген нәрсе бұл жариялыққа келеді. Некенің жария бабына. Қалымалды былайша айтқанда ол мәһр, сыйлығы секілді. Мұсылманшылықтағы мақырдан шығып отыр. Мақырдан шығып отыр. Үйлену тойының өзі, мәселен, хадисте қалай ол? Пайғамбарымыз айтады ғой, бір үйленген азаматқа, мәселен, жаңағы ең құрғанда бір малдың бір бақайын асып болса да шақырғаның дұрыс болар еді деген сөз айтқан екен. Яғни бүйтіп қарасаңыз, бұны мәселен бір той жасап, жариялап, оған бұл елдің тілегін
тілеуіне мүмкіндік жасау бұл жақсы үрдіс. Мінекей бұл да дінге қуат бермесе, діннің өркендеуіне үлес қоспаса, бұны бір ешқандай бір зияндығы, бір келеңсіздігі болмайды. Құрбан айт келді ма, оны елеп, оны арнайы құрбан шалып, нәрестеге құрбандық шалып жатады. Бұлай қарасаңыз, ол мәселен дініміз бойынша ол ақиқа. Дәстүріміз бойынша қалжа. Дәстүріміз қалжа ол мәселен. Біздің тамақтану мәдениетіміз, біздің жалпы тамақ өнеркәсібіміз және киіну мәдениетіміз тікелей осы ислам мәдениетімен, ислам тағылымымен байланысып жатыр ғой. Біздің дәстүрлі киімдеріміздің қайсысын қарасаңыз, мәселен ол ер адамдың ғана киімін мен шектеуге болмайды, мәселен әйел баласының да киімінен байқауға болады. Мынау дінімізде жаманшылықтан тыю, жақсылыққа шақыру деген міндет парыз бар, мәселен негізгі парыздардың бірі. Ал бізді қазақ халқында не айтады, мәселен қызды 40 үйден, ұлды 30 үйден тыю деп мәселен. Біздің қазақ халқындағы қалыптасқан тарихында осының бары жатыр. Сәйкеспейтін тұстары мәселен кездесер, бірақ сәйкескен тұстары басым. 90%-ға жоқ деп айтсам да мүмкін артық кете қоймаспын. Яғни біздің қазіргі кезде қыз балаларымыз, әйел кісілер орамал тағынып, жаулық, хиджаб киіп дейміз ба, өзінің ұятты жерлерін, әурет жерлерін сыртқы көзден қорғап жатқандығы, ол бір араптанып, болмаса ол бір түріктеніп жатқандығы емес, керісінше өзіміздің бабаларымыздың негізіне қайтып жатқандығы болып тұр ғой. Қыздарымыздың жаңағы киініп, әуретті суғанақ жанарлардан қорғау үшінгі әрекеттерін, меніңше бұны қолдау керек. Ол қыздарды керісінше қамқорлық алып, оларға деген құрметті көрсете білу керек. Bir жақтан араптану секілді көрсетеді. Мәселен, бізде сәукеле дейді, мәселен сондай кимешек. Бұның барлығы әйел кісінің жүзінің ғана ашылуын, және мынау қолының, аяғының басын ғана ашылуын ғана қамтамасыз еткен. Дәстүрлі киімнің өзі дін ғана сұрап тұрған жоқ, бұл дәстүрімізді сұрап тұрған нәрсеге сын айту ол артықшылық. Осы мәселеге байланысты тілшілеріміздің дайындаған сюжетіне назар аударайық. Әр халықтың шығу тегі, болмыс бітімі, тілі мен діні, салт дәстүр болады. Мұның бәрі ғасырдан ғасырға жалғасып келеді. Қазақ ұлты да тақырдан емес, құнарлы топырақтан жаралып, талайды тамсандырып, таңдай қақтырар небір құндылықтарымен кешеден бүгінге жеткен. Жалпы ұлтымызда жақсы дәстүр көп. Құда түсу, қыз айттыру, үлкенді сыйлау, өлгенді жамандамау, қонақ күту, айта берсе аз емес. Қазақ қонақжай, жомарт халық. Қазекеңнің кеңпейілі, жаймашуақ, жомарттық қасиеттері қанында бар секілді. Өзім деген кісіге өзегін суырып, жаяу қонаққа астындағы жалғыз атын түсіп беретін дархандығы қандай мақтауға болсын лайық. Халық бойындағы осы қасиеттердің барлығы ислам дінімен ұштасып тұратыны, әрі негізі де исламнан бастау алатын жайында тарих ғылымының кандидаты Құндызай Еренбетова былай деп ой толғады. Біздің ежелден келе жатқан дәстүрлеріміз исламмен тікелей байланысты. Сондықтан бүгінгі нәрестенің туылған күнінен бастап, о дүниеге дейміз ғой, шығарып салғанға дейінгі біздің жаңағы салт дәстүріміз, ол тікелей біздің дүниені түсінуімізге, дүниені өмір сүруімізге тікелей байланысты. Дінмен тікелей байланысты. Неге десеңіз, дін дегеніміз бұл адамның нанымы, адамның илануы. Сондықтан да бұл егерде дәстүрді дінмен жалғастыру пайдасын бермесе зияны жоқ. Қазақ халқы ешкімге ұқсамайтын мәдениет пен әдебиетті мұра еткен ел. Сол ата-бабаларымыздың дәстүр мен салтын, діні мен сенімін ұрпақ жүрегіне дарытқанын сезіне өмір сүру бабалар рухы алдындағы қасиетті борышымыз. Бұны түсіну мен мойындау ер жету мен саналы өмір сүрудің басты белгісі. Халықтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы жер атауларында және оның тыныс тіршілігі мен танымында тайға таңба басқандай анық көрініс тапқан. Тарихи жәдігерлер мен қазақтың қараша үйінің жасаулары, тіпті киім үлгілері ұлттық дүние танымынан, бабаларымыздың имани өмір сүру дағдыларынан сыр шертеді. Дәстүріміздің дінімізбен астасып жатқан озығы туралы айттық. Жаңа сіз бір сөзіңізде дәстүрдің тозығы да бар деген халық қағидасын
қолданып отырсыз. Осыған енді қандай бір жарқын мысалдар келтіре аламыз? Ұлтымызға да, елімізге де, өркениетімізге де пайда бермейтін, әлі де болса аяғымызға оралғы болып келе жатқан тозық дүниелеріміз туралы. Сүйек, малдың басы, омыртқа деген секілділерді келін түссе отқа май тамызу деген. Қайдан шыққан өзі? Ол енді шамандық ұғымынан пайда болған. Ислам діні енгенге дейін отқа да табындық, басқаға да табындық. Мәселен, осылардың қалып кеткен тозығы дегеніміз, яғни ол исламға дейін болған бір нәрселер, олар бізге өткен. Бірақ ол қимастықпен қарайтын нәрсе емес. Ол бір ешқандай кез келген бір құрылыс салып бастаса, болмаса сол құрылыс бітсе, соның маңдайына көзмоншақ, болмаса осы адыраспан, болмаса әртүрлі шөптік өсімдіктер, болмаса әртүрлі осындай бір неше түрлі ішіне шөп салған тұмарлар, соларды іліп қою деген дәстүр пайда болды. Қамдап та жатады кейбір. Әулие жерлерге барып жатса, дереу жаңағы талға бір жіп байлайтын, тәуіптердің ойлап тапқан өздерінің бизнес бір ойменен неғанша, бірақ кейде осы нәрсені адамдарымыз бір құдды бір қажеттей санап жатады. Қабірге болмаса жалпы сондай бір ардақты адамдардың басына зиярат ету дегенді бір арнайы жүйеге қойып, соны бір дәстүрге кіргізіп жіберген жағдай болды ғой. Қазір мысалы жастар үйленген болса, міндетті түрде бір әулиенің басына бару керек секілді. Болмаса бір жол ашылмай қиналып жүрген адам міндетті дәстүрлі түрде бір қабірдің басына зиярат ету керек сияқты. Зиярат ету деген ол шариғатта ол бар нәрсе. Зияраттың өзі бір шарты бар. Ол жерге барғаннан кейін дұға тілеп, соған бір сауаптар болсын деп Алла Тағаладан жарылқау тілейтін, ол біздің ғана мүмкін. Яғни біз барып зиярат қылғанда бізден сол нәрсені күтеді. Ал біз олардан? Біз керісінше олардың жаңағы жанын қинап жатамыз. Себебі олардың жанын қинайтынымыз, Алла Тағала дүниеде болғанында осылардан менен сұраңдар өлгеннен кейін, менің артымнан осындай әрекет жасаңдар деп өсиет жасап бердің деген секілді сұраққа жауап беруіне мәжбүр етеді. Сіз барғанда егерде әулиеден сыйынып, әулиеден сұрап, қолыңызды тигізіп, тағы басқа бір әрекет жасап жатсаңыз, ол зияратыңыз зиярат емес. Ол қиянат. Қиянат. Ана жердегі дүниеден өткен адамның кешіруін Алладан сұрап, ақыретті еске түсіріп, ғибрат алсақ, ол дұрыс зиярат болып тұр. Ал егер әулиеден, әруақтан сұрайтын болсақ, ол керісінше зиярат емес, зияндық болып тұр. Адамдардың әртүрлі көп қой ырым-жырымдар жасайтын. Өз тағдырларын өздері әр нәрсеге байлау ғой енді. Нағыз тәуелсіз адам болу деген сөз, ол Аллаға ғана сыйынып, Алладан ғана жәрдем сұрап, Аллаға ғана құл болу. Бір Алланы танымағаннан кейін сүйек іліп қою, немесе көз моншақ іліп қою, машинасына қызыл жіп іліп қою, қан арқылы, от арқылы да әрекет жасап жатыр. Осы әрекеттің барлығында, мәселен, осыншалықты нәрселердің барлығынан Құдайдың құдіретінің артық екендігін тани алмағаннан шығады мәселен. Егер адыраспан қорғайды екен, мені баққа жетелейді екен деп қабылдайтын болса, ол шірік, ол мәселен шариғатқа да, дәстүрге де сәйкес келмейтін нәрсе деп тану керек. Ал дәстүрге де, мәселен, шариғатқа да қарсы келмейтін түсінігі дезинфекция. Сондай бір ниетте қолданса, онда ол дұрыс болады. Мінекей сол секілді бұл ырым әрекеттердің барлығы да ол дәстүріміздің сапасын төмендетеді. Мәселен, мынау дін менен дәстүр осы екеуінің біте қайнасып, бірге жетіліп, бірге өркендеу үшін зиян болатын нәрселер әлгі ырым, әлгі соқыр түсініктер, соқыр көзқарастар, осылардың барлығы да мәселен дәстүрден деп қабылдауға болмайды. Ондайды айтып жатсаңыз, бұрынғы ата-бабаларымыздың бәрі соны істеп келе жатыр ғой деген бір жауап алдыңыздан шығады. Олай айтқысы келеді. Мәселен, бұл Құранда анық көрсетеді. Сендерден уәде алдым, дейді Алла Тағала. Уәде алдым. Бір күндері, мәселен, менің алдыма келгенде, мен осы нәрсені білмеген едім. Немесе ата-бабаларымыз жасаған істі мен жалғастырдым деп өздеріңді ақтамас үшін дейді. Осы бір сылтауларды, себептерді алға тартпас үшін мен сендердің әлмісақта уәделеріңді алып едім деп Алла Тағала анық, айқын Құранда көрсеткен. Осы дәстүрімізде аталарымыздан келе жатқан нәрсе, бұны біз дәріптеуіміз керек, бұны насихаттауымыз керек деп айтылушыларға біздің айтпағымыз осы. Кез келген ырым біздің дінімізбен сәйкеспесе, ол ырымнан, ол жөн жосықтан, яғни ұлтқа тек қана зиян бар. Ол ұлтты тек қана артқа сүйрейді.
яғни өркениеттен, ғылым білімнен алыстатады. Ал дінімізбен хақ адамзат тұтынып отырған ата бабамыз ұстанған исламмен біте қайнасып кеткен дәстүр болатын болса, ол міндетті түрде ұлтқа пайдасын береді, сол ұлтты алға жетелейді, соның сапасын күшейтеді. Яғни өзінің өміршеңдігін сақтап қалады дейсіз ғой. Осы мәселеге байланысты тілшілеріміздің дайындаған сюжетіне назар аударайық. Кез келген салт дәстүр әдет ғұрыптың дұрыс бұрысын шариғат заңынан іздегеніміз абзал. Алла бізге пайдалының бәрін үйреткен. Абай атамыздың дәстүрдің озығы бар, тозығы бар демекші. Қазақ 70 жыл атеизмнің құрсауында болса да өз дәстүрін, дінін, тілін жоғалтқан емес. Алайда өкінішке орай кез келген жерден пайда табуды көздеген адамдар жат дәстүрлерді ел ішіне сіңдіріп, өз бизнесіне айналдырып қолдануда. Тағы бір өкініштісі, момын халық сол қармаққа ілінуде. Жастарымызды имандылық құндылықтардан алыстататын Хеллоуин, Валентин күні сияқты елде болмаған жалған мерекелерді дәстүрге айналдырып жатқанына көз жеткізудеміз. Сол сияқты мұсылманшылығымызға жат жылды жорамалды да ата дәстүрімізге сіңдіріп қойғандар да аз емес. Менің ойымша, бұл таза ғылым деп еш жерде мойындалған нәрсе емес. Бұл халықтық сана. Және бұл дәстүрлі, ескіше. Бұрыннан ата бабамыздан келе жатыр ғой, жаңа айттым ғой. Бұл өз шығыс халқынан шыққан нәрсе ғой, жұлдыз жорамал деген. Ежелгі Қытай халқы болсын, Жапон болсын, әсіресе үнді. Бұлардың бәрі жұлдызға қатты қарайды, жұлдыз жорамал, астрология қатты дамыған елдердің бірі. Қазіргі кезде көп жағдайда өкінішке орай кей адамдар ақылға сыймайтын әрекеттер жасап жатады. Яғни Аллахқа ортақ қосатын, Аллахтан басқа қорғай алатын заттарға сеніп жатады. Мысалы, мына кісі адамдардың білімсіздігін пайдаланып, Аллахқа серік қосатын заттарды сатып, пайда көзіне айналдырып алған. Атап айтқанда, оның өзі қолдан жасаған және ешкімге пайда әкелмейтін, керісінше тозаққа апаратын затын жарнамалап жатқанын тыңдап көрейік. Мына тұрған бұл үй тұмар дейді, үйге қойылған тұмар. Мұнаның ішінде тұрғандар адыраспандар көзсізден сақтасын деген. Бұл қызыл пересе қыздар, тіл көзден сақтайды. Мыналар общем береке әкеледі, жаңағыдай жақсы тұмардың біреуі. Қасқырдың тісі, үкінің қауырсыны, бүркіттің тырнағы, көз моншақ, дарбазаға ілінген қызыл бұрышпен адыраспан, аттың тағасы, түрлі бой тұмарлар және көлікті түрлі жол апатынан сақтап қалсын деп қызыл шүбірек тағып алу сынды дөрекі нәрселер Аллаға қарсы шығу болып табылады. Қасиетті Құран-ы Кәрімде аят бар, Алла Тағала не тілектерің бар менен сұраңдар деген. Сондықтан біз жаратушы Алладан сұраймыз. Ал қызыл көз тимесіндей, көз тимеу үшін адам баласы мысал ең бірінші көзден қорғайтын адамның намазы. Намаз болатын болса көп әртүрлі зиянды нәрселерден, көзден, жаңағы басқа бір мақұлықтардың зиянынан осы намазымыз бізді қорғайды. Адыраспанды үйге іліп қойып қорғайды, қызыл бұрыш іліп қоятындар бар. Одан кейін қасқырдың тісі деген сияқты. Солардың бәрі біз исламда ондай ырымдарға ешқандай біз көңіл бөлмейміз. Келін түссе отқа май тамызу, үйіңе ұры түспеу үшін есік алдында қойдың кәрі жілігін немесе аттың тағасын іліп қою сынды көптеген дөрекі ырымдар мен дәстүрлер шаманизмнен қалған бір дүмше қылықтар екенін ұмытпағанымыз абзал. Дәстүр күнде өзгереді, ал дін өзгермейді. Дінді бұрмалап дәстүр жасаушылар кімге қастандық жасап жатқандарын білуге тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дін тазалығын сақтау жолындағы қиыншылықтарға сабыр қылып шыдаймын деген адам қолына қып-қызыл шоқ ұстап тұрғандай кезеңдерге тап болады деген екен. Жаһанданудың себебінен өмірімізге кіріп жатқан басқа да бір дәстүрлер бар. Ол өзіміздің надандығымыздан, көрсоқырлықтан ғана емес, жалпы әлемдік мәдениеттің үрдісінен кіріп жатқан нәрселер бар. Мәселен, Валентин күні дейді. Махаббат іздеп мауыққан жастардың бір атап өтетін күніне айланып, болмаса Хеллоуин сияқты батыстың бас қостыратын сондай мерекелер дәстүрімізге кіріп бара жатыр. Немесе біздің ата бабаларымыздың дәстүр қылып киген киім үрдістері, өнегелері өмірімізден алынып қалды. Керісінше батыс бізге қалай киінесің деп үлгілерін жіберсе, біз солай киініп жатырмыз. Қай жерімізді ашық қып жүр деп бізге үлгі жіберсе, сол үлгімен киініп жатырмыз. Осыған байланысты айтарыңыз қандай?
Діни мерекелерімізді айтатын болсам, пайғамбарымыздың хадисіменен көрсетілген 2 айт мерекесі. Ал одан кейінгі елбасшымыздың, үкіметіміздің қолданыстағы мерекелері, мәселен, оларды да біз қолдануға мүмкіндігіміз бар. Ал енді бұның сыртындағы әлгі айтқан батыстың мәселен әсеріменен әлгі батыстың біздің мәдениетімізге ену әрекетіне жаңағы пайдалы болып жататын жаңағыдай Валентин күні, Хеллоуин деген секілді мерекелер ол еш қашанда пайда бермейді. Ең бір жеркенішті тұсы, мәселен, Валентин күнінде жастар кейде орталық саябақтарға жиналып, осы Валентин күнінде сүйісуден жарысатын бір нәрселерді пайда етті. Заманның үрдісіне қарай адамдар қалай өзгерді деген күннің өзінде де сол өзіміздің тарихи тамырымызға сай сақталып қалуға бәрін бір мүмкіншілігіміз бар екен. Енді осы жерде бір сұрақ туындайды. Халқымызды қараңғылыққа, надандыққа қарай тартатын емші, тәуіп, көріпкел, балгер дегендердің жолына түсу, жалпы әруаққа байланысты түсініктердің дұрыс қалыптаспауын қалай түсіндіріп бере аласыз? Әруаққа сыйыну деген түсінік жоқ, дінімізде жоқ. Бұл дәстүрімізде де болған емес. Егер де қазақтың бойында әруаққа сыйыну бар дейтін болса, ол бүкіл тарихымызға топырақ шашқандай деп қабылдау керек. Ол жоқ, бізде қазақтың дәстүрінде болмаған. Мәселен, әруақты сыйлау деген түсінік бар. Әруақтардың асылдарына біз сыйынбаймыз, керісінше солар сыйлаймыз, ол сыйлау арқылы пайда келтіреміз. Бізде ол жаңағыдай сыйыну көрінісінде құрметтемеген. Ондай құрмет ол шариғатта жоқ нәрсе. Ал дүниеден өтті, ол енді тірілер үшін мұқтаждығы бар. Мұқтаждығы. Ал біз жаңағы айтқандай, керісінше біз мәселен ол әруақтың жаны қиналып жатқан әруақты одан бетер қинаймыз. Қиямет күніне дейін әруақтар арқасындағы қалғандардың әрекеті арқылы үзілмейтін сауаптар келіп, оның күнәсінің жойылуын қажет етеді. Кейде мәселен мынау 7-сі, 40-ы жылы осы бір дәстүрлерді де, мәселен сол кездердегі ысырапкершіліктерді де, мәселен қазақтың табиғатындағы бір жомарттыққа сипаттауға тырысып жатады. Бірақ дұрыс, мүмкін ол жомарттығы шығар. Мәселен, қазақ халқы бір шығын болған жерде белсенділік көрсетіп жүретіндігі рас. Енді ол жаңағы жомарттыққа шашып төккенге әуестеу болады. Бірақ біз ысыраптың да харам екендігін ұмытпауымыз керек. Мазараттың басына бір үлкен етіп бір кесене болмаса бір ескерткіш орнатса деп ойлайды. Риза болады деп. Мен айтамын. Сонша төккен дүниеңнен әруаққа титтей де пайдасы жоқ қой. Керісінше, оймай мынау әкесін сондай құрмет қылады екен ғой деген атақ үшін салынды ғой. Бұлай қарасаң, ол әруақтар үшін салынған жоқ, ол тірі адамдардың беделін, абыройын арттыру үшін ғана салынды. Яғни бұл да бір тозық болған дәстүрімізге айланып бара жатыр. Бұл жаңадан осы кейін пайда болған нәрселер. Осы соңғы кездерде жалпы жекелеген ұрулар бір белгі тас қойып, сол арқылы бір бірігеміз, сол арқылы ынтымақтасамыз деген бір дәстүр пайда болды. Бүгінгі күні мәселен бірігетінге болып көрінгенмен түбі бөлшектеуге жеткізеді. Жалпы руханиятымызды, дінімізбенен ұлттық болмысымызды сақтап қалу үшін оны имандылықсыз елестетуге болмайды. Дін менен дәстүрді бөліп қарамайтын отандастарымызға қандай насихат айтқан болар едіңіз? Біздің халқымыз ислам дінін жақсы қабылдай алды және өзіне сіңіре алды. Қазіргі кезде мәселен ол ислам дінін қарсы шығып, осыны бір ыдыратуға тырысқанмен, қазақ халқындағы дәстүр болып сіңіп қалған діни бүкіл шариғи үкімдердің барлығы ол кетпейді. Яғни дәстүрімізді қорғайтын дініміз екенін ешқашан ұмытпауымыз керек. Дінімізді біз дәстүріміз арқылы насихаттақсақ, әлдеқайда жеңіл болатындығын ұмытпауымыз керек. Сізге өте үлкен рахмет, бүгін студиямызға келіп, халыққа пайдалы, ел жұртымызға өнегелі үлкен ойлар айтқаныңызға. Алла ісіңізге береке беріп, халқыңызға жеткізіп жатқан насихаттарыңызға Алла береке дарытсын деген тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Алланың амандығында болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Субханаллах вальхамдулиллах валлаху акбар.